Қазақстан Республикасы тіл туралы заңына сәйкес көрнекі ақпарат екі тілде ұсынылуы қажет. Бұл тіл жанашырларынан құралған мониторингтік топтың бақылауында. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның 21-ші бабы осы барлық көрнекі ақпарат, мына дүкендердегі баға көрсеткіштері жалпы екі тілде болуы тиіс. Ол міндетті түрде екі тілде болу керек болған жағдайда үшінші тілде жазылуға болады деген осындай бір тәртіп бар. Бүгінгі күні қала аудандардағы көрнекі ақпараттың дұрыс жазылуы 18 жылға дейін басқарманың міндетінде болған. Ал енді 2019 жылы осы біздің құзыретімізден алынып, бүгінгі күн үкімет шешім қабылдап жатыр, қай органға, соны қай мемлекеттік орган сол қадағалау жұмыстарын жүргізетін болады көрнекі ақпаратқа. Жалпы барлық дүкендерде, барлық нысандарда, мемлекеттік органдардың ішіндегі көрнекі ақпарат және мына басшылардың аты жөндері, лауазымдары бәрі, сол ғимараттың ішіндегі барлық стендтер, барлық көрнекі ақпараттар екі тілде болуы міндет. Бүгінгі күні осы жұмысты жалғастырып жатырмыз. Қала аудандармен жұмыс жасап атқан жергілікті жерде әкімдікке қарайтын мәдениет және тілдер бөлімі, облыс деңгейінде мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасының жұмыс атқарып жатыр. Және осы тіл туралы заңның 24-ші бабын алатын болсақ, ол мына жауапкершілікке тарту. Несіне қарамастан, өзінің жұмысына қарамастан, барлық басшылар қазақ тілінде және мемлекеттік тілде жауап беруге немесе қабылдауда бас тартса, оған жауапкершілік қарастырылады.